Германия Қазақстанның маңызды әріптесі. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев немістің Deutsche Welle телерадиокомпаниясына берген сұхбатында мәлім етті. Бүгінгі күні Германияның орталық Азия елдерінен тауар айналымының 86% біздің елге тиесілі. Инвестициялардың дені шикізат емес секторға бағытталуда. Қазақстан президентінің Берлинге сапары барысында қос тарап арасында $2 миллиард келісімдері мен меморандумдарына қол қойылады деп күтілуде. Германия является мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее. Поэтому мы, например, заинтересованы в сотрудничестве с Германией в области редкоземельных. Германия машина жасау, ресурстық материалдарды өңдеу және басқа да салалар бойынша әлемдік көшбасшы саналады. Сондықтан біз бұл елмен ынтымақтастық орнатуға мүдделіміз. Сапар барысында құны шамамен $2 миллиард болатын келісімдер мен меморандумға қол қойылады деп үміттенемін. Бізде әлеуеті зор неміс инвесторларына ерекше жағдай жасап, арнайы экономикалық аймағымыздан орын береміз. Немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия. То есть дадим площадки в наших специальных экономических зонах, а у нас 10 специальных экономических зон. Именно для немецких инвесторов. Президент Қазақстанның мемлекеттік басқарудың өз үлгісін ұстанатынын атап көрсетті. Мы выстроили рыночную экономику. По классификации Doing Business Казахстан находится на 20. Біз нарықтық экономика құрдық. Doing Business рейтингінде бизнес жүргізуге жағдай жасау бойынша Қазақстан 25-ші орында. Ал дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік классификациясында республика 55-ші орын алады. Яғни көрсеткіштеріміз жақсарып келеді, және біз өзге елдерді басып оздық. Постоянно улучшается, и по этим показателям мы значительно опережаем некоторые, если не сказать большинство стран. Қазақстан тәуелсіздігі күні қарсаңында республиканың Еуропалық одақпен арадағы ынтымақтастығының биылғы жылғы жетістіктері сараланды. Брюссельде өткен кездесуде қос тараптың байланыстары оң қарқынмен дамып келе жатқаны аталып өтілді. Еуроодақтың орталық Азиядағы арнайы өкілі Петер Буриан Қазақстан аз уақыттың ішінде іргесі берік егеменді мемлекетке айналғанын айтты. Ал Бельгиядағы елші Айгүл Құспан 2019 жылы Еуроодақ, НАТО және өзге де халықаралық ұйымдармен серіктестігінің жемісті болғанын атап өтті. Мысалы, Еуропарламентте алғаш рет Қазақстан Еуропалық одақ достық тобы құрылды. Год был однозначно плодотворным. Самым важным событием стал визит председателя Европейского совета Дональда Туска в Казахстан. Биылғы жыл өте нәтижелі болды. Ең маңызды оқиға Еуропалық кеңестің төрағасы Дональд Тусктың сапары. 2015 жылы қол қойған Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық жөнінде келісімшарт бекітілді. Құжаттың саудамен байланысты бөлігі күшіне енді. Қазір біз келісімшартты жүзеге асырудың жол картасын дайындап жатырмыз. Құжат түрлі салада мол мүмкіндіктер ашады. Возможности в области сельского хозяйства, в области торговли, в области культуры, образования. First of all, I wanted to congratulate Kazakh people on 28th anniversary of independence, and it's really truly remarkable what happened. Қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 28 жылдығымен құттықтаймын. Көптеген мемлекет өз елінің егемендігін ғасырлар бойы құрған, ал қазақ елі бұған өте қысқа мерзімде қол жеткізді. Еуроодақ Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап маңызды серіктесі. Біз алдағы уақытта да сіздің елдің дамуына зор үлес қосатынымызға сенімдімін. Соңғы оқиғалар екі жақты ынтымақтастықтың қарқынды дами беретінін көрсетіп отыр. Years of independence, and I believe also we contributed to the success story of Kazakhstan by supporting your reforms, by supporting your modernization. Армян кәсіпкерлері Қазақстан мен ынтымақтастықтың жаңа салаларын игеруде. Еуразиялық экономикалық одақ бойынша серіктес елді біздің кең нарығымыз, географиялық жағынан ыңғайлы орналасуымыз және бизнес жүргізуге қолайлы ортамыз қызықтырады. Қазақстан-Армения мүмкіндіктер экспорты атты бизнес кездесуі барысында екі жақты ынтымақтастықты кеңейту жолдары талқыланды. Шараға дипломаттар, үкімет пен іскерлік топ өкілдері қатысты. Пытаемся привлечь армянских бизнесменов, которые не только будут импортировать из Казахстана казахскую продукцию, также
Қазақстандық өнімдерді импорттаумен ғана шектелмей, Қазақстанға инвестиция құятын армян кәсіпкерлерін тартуға тырысып жатырмыз. Яғни олар біздің елде өз істерін бастап, еншілес компанияларын құрады. Бүгінгі форумға құрылыс пен азық-түлік өндірісі секілді түрлі салаларда Қазақстанда кәсібін өрлеткен армян бизнесмендері қатысып отыр. В Казахстане в разных сферах. Строительство, сфера пищевой промышленности. Есть несколько участников, которые хотят открыть свои филиалы в Казахстане. Сарапшылардың айтуынша, екі елдің өзара ықпалдастығын күшейту үшін кадрлық әлеуетті арттыру өзекті. Қос елдің нарығын білетін, заң негіздерін, қаржылық және салық есебін жақсы меңгерген білікті мамандар қажет. Мы будем сегодня, кстати, говорить не только... Біз бүгін тауар айналымымен қатар екі елдің инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбын қозғаймыз. Соңғы 16 жылда елдеріміз арасында инвестициялық әріптестік дамып келеді. Бірақ ол әлде ойдағыдай жоғары деңгейге жеткен жоқ. 2003 жылдан бастап Қазақстанның Арменияға құйған инвестициялары 52 миллион доллардан асты. 52 миллионов долларов. Екі ел арасындағы тауар айналымы артып келеді. 2018 жылы Қазақстан мен Армения 13 миллион долларға өзара сауда жасаған. Бұл ретте көрсеткіштердің өсуімен қатар тауар алмасу әртараптандырылған дейді экономистер. Сарапшылардың пікірінше, Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ нарығы беріп отырған артықшылықтарды тиімді пайдалану керек. Армян кәсіпкерлері 2020 жылдағы Қазақстан мен ынтымақтастық қарым-қатынастың басым бағыттарын белгіледі. Атап айтқанда, бұл IT сектор, байланыс және құрылыс салалары. Қырғызстанның Еуразиялық экономикалық одаққа қосылғанына 5 жыл толды. Осыған орай сарапшылар аралық қорытындыны шығарды. Басты нәтиже экономикалық өсім қарқыны. Қазір бұл көрсеткіш 4%-ды құрап отыр. Мәліметке сәйкес, Еуразиялық экономикалық одақ арқасында қырғыз тауарларының серіктес елдерге экспорты $500 миллиард дейін өскен. Ал осы елдерден келетін импорттың мөлшері 2 есе артық. Тауар айналымындағы басты үлес Қазақстан мен Ресейге тиесілі. Оның көлемі $2 миллиард жеткен. Для наших предприятий это дало новый толчок для развития, дальнейшего развития. Бұл кәсіпорындарымыздың әрі қарай дамуына жаңа серпін берді. Осы мезгілде тоқыма бұйымдары мен аяқ киім шығаратын жаңа кәсіпорындар ашылған. Жылдан жылға мата мен дайын өнімдеріміздің экспорты артып келеді. Экспорт и произведенной ткани готовых изделий. Өнімдерді одақ елдеріне жеткізуді дұрыс жолға қою үшін қырғыз өндірушілеріне тез арада тауарларды белгілеу мен стандарттардың бірыңғай еуразиялық платформасына ауысу ұсынылады. Взаимодействие достаточно глубокое. Өзара әріптестігіміз жоғары деңгейде. Бұл тұста одақ кеңістігіндегі ұлттық мүдделерін белсенді қорғайтын қазақстандық бизнесті атап өту қажет. Цифрлық салада түрлі бастамаларда сарапшылар деңгейінде талқылауға атамекен бизнес қауымдастығы белсенді түрде қатысады. Экспертное обсуждение различных инициатив в рамках цифровой повестки. Еуразиялық экономикалық одақ стандарттары бойынша тауар экспортын жүзеге асыратын қырғызстандық кәсіпорындардың тізіміне бүгінде 80 компания енгізілген. Сарапшылар олардың саны тек арта түсетініне сенімді. Орталық Азияда төмен көміртекті дамыту стратегиясы құрылуда. Жаңа жоба Париж климаттық келісімі аясында әзірленіп жатыр. Халықаралық әріптестік бойынша Германия қоғамы аталмыш құжат мақсаттарын жүзеге асыруды өз мойнына алып отыр. Ол энергетика, өндіріс, көлік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және ауыл шаруашылығы сынды бірнеше бағытты қамтитын болады. Сарапшылар осы салалар бойынша парниктік газдардың деңгейін мұқият зерттеп, көмірқышқыл газының қоршаған ортаға бөліну көрсеткішін төмендетудің жолдарын іздейтін болады. Стратегия алдымен Қазақстанда сыналып, кейін бұл тәжірибені аймақтағы өзге елдерге ендіру жоспарланған. Игі бастаманы Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығы мен халықаралық жасыл технологиялар орталығы қолдап отыр. Это не только важно для Казахстана, это и важно для... Бұл тек Қазақстан үшін ғана емес, жалпы Орталық Азия аймағы үшін маңызды. Біздің жобамыздың басты мақсаты келер жылдың соңына дейін Қазақстанда төмен көміртекті дамыту бойынша стратегияны құруға септесу. Ол ел аумағында көмірқышқыл газының бөліну көрсеткішін төмендетумен қатар экологиялық және әлеуметтік мақсаттарға жетуді. Сондай-ақ бұл саланы жетілдіру үшін инвестиция тартуды көздейді. Инструменты, план имплементирования и план инвестиций.
Біріккен ұлттар ұйымының жасыл климат қоры Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері жобаларына 557 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция құйды. Қордың жоспарлары оңтүстік кореялық Инчхонда өткен халықаралық семинарда қаралды. Қазақстан бұл қормен 3 жылдан бері ынтымақта. Оның қаражатына Қарағанды облысында 40 мегаватт күн электр станциясы іске қосылды. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының Жалғызтөбе ауылында күн электр станциясын салуға 16 миллион 700 мың доллар көлемінде несие берілді. Жалпы жасыл климат қоры мен Еуропалық қайта құру және даму банкі елімізде 11 жасыл жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. 2019 жылда біз 124 жоба мақұлдадық. Олардың жалпы сомасы 5 миллиард 600 миллион доллар. Қазір әлем бойынша біздің 95 тіркелген ұйымымыз жұмыс істейді. Документолог компаниясы Айсұлу жасанды ақыл ой модулі мен документолог офис қосымшасын көпшілік назарына ұсынды. Қос отандық өнімде электрондық құжат айналымы жүйесін жетілдіруге бағытталған. Бұл өнертабыстар Елордада өткен Документолог Technology Conference атты конференция барысында таныстырылды. Помощница Айсулу нам поможет, поможет. Айсулу бізге шешімдер қабылдауда көмек жасайды. Мәселен, ол сараптама жүргізіп, тиісті құжатта аталмыш іспен бұрындары тиімді жұмыс жасаған адамға жолдау үшін кеңес береді. Бұған қоса документолог офис жүйесі қызметкерлерге басқа қосымшаларға кірмей-ақ бәрін бір терезе қағидаты бойынша атқаруға мүмкіндік береді. В одном интерфейсе, не переключаясь на другие приложения. Документолог Technology Conference осымен екінші жыл қатарынан сала мамандарының басын қосып отыр. Жиында документолог жүйесін пайдаланушы компаниялар өз ісін автоматтандырудың тиімді нәтижелерімен бөлісті. Документологқа қосылған 1 жыл 7 айдың ішінде 33 үрдісті ендірді. Қарапайым тілмен айтсақ, сол уақыттан бері 88 ағаштың тамырына балта шабудан сақтап, миллионнан астам парақты үнемдедік. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықаралық деңгейде электрондық құжат айналымын жетілдіру, қағазбастылықтан арылтатын сандық жүйелерді өндіріске жаппай ендіру сынды заманауи тақырыптар конференцияның өзегіне айналды. Биылғы бас қосуға 300-ден астам жетекші қазақстандық компания өкілдері жиналды. Бүгінде документолог жүйесін 7000-нан астам компания пайдаланып отыр. Елордада халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына арналған халықаралық конференция өтті. Жиынға қатысушылар қаламгер шығармашылығының заманауи қазақ әдебиетінің дамуына, ұлттық идеология мен руханиятқа қосқан үлесі елеулі екенін атап көрсетті. Сөз өнері зергерінің артында мол мұра қалды. Роман, повестер мен әңгімелердің авторы Шекспир, Чехов, Толстой сынды классиктердің шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ал қаламгердің өз туындылары бүгінде әлемнің 13 тіліне тәржімаланды. Жазушы, публицист, саясаткер, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың мерейтойына арналған шаралар жыл соңына дейін еліміздің барлық өңірлерінде өтеді. Кино және театр өнерінде де өшпес із қалдырып, қазақ драматургиясының дамуына айрықша үлес қосты. Тарихи дарабоздарымыздың есімдерін жаңғыртуда ұшан теңіз еңбек етті. Сөйтіп, әдебиет әлеміне рухы мұқалмайтын, ар-намысқа адал кейіпкерлер галереясын сыйлады. По всем параметрам он уникальный человек, феномен в полном смысле этого слова. И мы очень рады тому. Әбіш Кекілбаев бірегей тұлға, феномен. Жазушының мерейтойы қарсаңында халқымыз осындай құрмет көрсетіп жатыр. Халқымыз әрқашан ұлы тұлғаларын ұлықтап, мақтан етіп келеді. Показал, что мы можем гордиться такими великими сыновьями и воздаем должное выдающимся людям своего народа. Алматыда студенттік және дебюттік фильмдердің бастау 8-ші халықаралық кинофестивалі ашылды. Биыл ол жаңа форматта ұйымдастырылды. Алғаш рет байқауда толық метражды фильмдер сарапқа салынады. Қазылар алқасының назарына 10 туынды ұсынылмақ. Участвуют в этом фестивале 26 стран. Мы здесь находимся для того... Фестивальге 28 мемлекет қатысуда. Біз фестивальдің қызықты өтіп, жас киногерлердің бір-бірімен танысу үшін жағдай жасауды ойладық. Шеберлік дәрістерінің бағдарламасы өте мазмұнды. У нас шикарная, разнообразная программа мастер-классов. Фестивальдің арт-директор Диана Ашимованың айтуынша, бағдарламада бірнеше халықаралық байқау қарастырылған. Бастау шортс қысқа метражды жұмыстарға арналса, бастау дебютте толық метрлік туындылар таныстырылады. Фестивальге Еуропа, алыс жақын шетелдерден жұмыстар ұсынылды. Биыл алғаш рет непалдық кинематографистер қатысады. Задача жюри в этом смысле
тоже в свою очередь немножко так это еще чуть-чуть выше это поддержать. Қазылар алқасының алдында тұрған міндеттердің бірі кинематография саласын таңдаған жас мамандарды қолдап жебеп жіберу, өз-өзін танытуға мүмкіндік жасау. Для того, чтобы эта фигура, в общем-то, кинематографическая именно состоялась. Толық метражды дебюттердің жұмыстарын бағалайтын қазылар алқасының құрамына беделді сарапшылар енген. Атап айтқанда ресейлік режиссер Михаил Сигал, испаниялық киносыншы Роберто Куэта, француз продюсері Денис Васлин, ресейлік актриса Нелли Уварова, қазақстандық актер, продюсер Фархат Абдраимов. Көрермендер 5 күн ішінде түрлі жанрдағы 80 картинаны тамашалай алады.